Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз езілмейтін, сынбайтын және жыртылмайтын қамыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажетті суымызға тұз салып, дәмін көріп, одан кейін жұмыртқамызды салып аламыз. Мен бұл жерде үлкен зуала қамыр жаятын боламын, 2-3 зуала шығатын. Сол үшін мен 3 жұмыртқа қосатын боламын. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырау шалып белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды аз-аздан електен өткізіп, бөліп қамырымызды қатты емес, жұмсақ та емес, орташа қылып қамырымызды илеп аламыз. Міне көріп отырсыздар, қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа зуала шықты. Қамырымыз дайын. Енді бетін жауып жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өтті, осылай астына ұрпақ сеуіп, осылай қамырымызды 3-4 бөлікке бөліп алатын боламыз. 3 бөлікке бөліп алдым қамырымды. Осылай дөңгелектеп зуала қылып алып, бетін жауып, бірінші зуаламды алып жаятын боламын. Қамырдың дөңгелек шығуы және жақсы шығуы осылай қолымызбен жайып алып, кейін оқтаумен айналдыра жайғанымызға байланысты. Айналдырып жайған кезде 4 бөлікке бөлгендей қылып айналдырып жаямыз. Мен алдыңғы бөлімде қамырды жаю әдісін көрсеткен болатынмын. Дәл осылай орап, 2 шетін ғана баса отырып, қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ортасына тиіспейміз, тек 2 шетін ғана жайып отырамыз. Арасына ұрпағымызды сеуіп, осылай айналдыра жайып аламыз. Қамырымыз үлкейгенше дәл осылай айналдырып, ұрпақ сеуіп жаятын боламыз қамырымызда. Міне қамырымыз дайын. Бұның бір ерекшелік әдісін тағы түсіндіріп өтетін боламын. Осылай 2 бетін қамырды, дөңгелек қамырды ортасынан бүктеп, осылай шеттерін тақап, осылай шеттерін осылай оқтаумен мен жаятын боламын. Бұның бір ерекшелігі де осында. Қараңыздар, өте қамырымыз қандай шықты, жабыспайды, жыртылмайды. Саусаққа да ешқандай неге де жыртылмайды тұр, қарап отырсыздар. Осылай қамырымызды кесіп дайындап аламыз. Жыртылмайтын, езілмейтін қамырымыздың сыры осы. Қараңыздар, қалай бүктесек те ешқандай жабыспайды, жыртылмайды. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын.